Өз кінәсін, қателігін мойындаған, онымен келіскен адам бостандыққа шығарылады және кешіріледі. Ал сылтау іздеп ақталатын, айыпсызбын деп өзін санайтын, басқаларын кінәлайтын, мәңгілікке өзін түрмеге жабады. Биік болсаң, аласаға кешіріммен қара. Аласа болсаң, биікке құрмет ете біл. Кешірім жасау билігі дегеніміз баршаға құзыретті жүретін және әркімге тонның ішкі бауындай жақын билік. Кешірім алса тойлайды, жеңдің деп жауын ойлайды. Мен мейірімділік пен қамқорлықтың хабаршысы болғым келеді және академиядан басқа барлық басқа үміткерлерден кешірім сұрағым келеді. Ешкімді де жек көрмеші, жасаған қателігін кешіре біл. Бәрін жақсы көруге тура келеді. Себебі жақсылықты алдан күтетін ол да адам ғой. Ешкімді алалаудың қажеті жоқ. Бәрін сүйе біл. Ол да бұл жалғаның мәңгілік тұрғыны емес. Бар жоғы қонағы ғана емес пе? Ақиқатты айтқан адам халықтан кешірім сұрамайды. Ана жүрегі тым терең. Сол тереңдіктен сіз кешірім таба аласыз. Кешіру қабілеті күштінің қасиеті. Әлсіздер кешірмейді. Сізді ренжітті адамды кешіріңіз. Өзіңізді ауыр ойлардан ал оны ықтимал жаудан босатыңыз. Екі қабір қазудың қажеті жоқ, кек алудың қажеті жоқ. Жақсылықты, сүйіспеншілік пен нәзіктікті қалыптастыру керек. Кешіру мықтылардың ісі. Әлсіздер кешірімді бола алмас. Орынды сөйлейтін адам кешірім сұрауға мәжбүр болмайды. Өтірікті кешіруге болады, ақтауға болмайды. Есіңізде болсын, сұхбатыңыз толығымен әділ болмауы мүмкін, бірақ ол бұлай ойламайды. Оны сөгей көрмеңіз. Бұл тек ақымақтың тірлігі. Оны түсінуге тырысыңыз. Тек ақылды, кешірімді, сирек кездесетін адамдар ғана осылай істейді. Кісілігін жоғалтпаса, жауының қайсы бір иттігін кешіруге де болады. Қандай тілде болса да ең керемет, ең әдемі сөз «Мен сені кешірдім». Өз қателігіңді мойындауға батылың жеткенде ғана оған кешіріммен қарауға болады. Қарттардың адамдық осалдықтарына кешірімді бола біліңдер. Ана жүрегі тым терең. Сол тереңдіктен сіз кешірім таба аласыз. Жақсы өмір сүру үшін өмір бойы басшылыққа жарар бір ауыз сөз кешірімді болу. Көзі жеткен шындыққа ара түспеу кісілікке мін, шырылдап жатқан әлсізге ара түспеу жігіттікке мін, үйретері жоқ болса үлкендікке мін, кешірімі жоқтық адамшылдыққа мін, дана сөзін елемей шала сөзін демесе елдікке мін, баласынан жерісе аналыққа мін. Кешірім ізгіліктің белгісі. Өзгені айыптағандай өзіңді айыпта, өзіңді кешіргендей басқаларды да кешір. Кешіру айыпты өшіру. Кешірім жасау кеңдік, кешіре алмау кемдік. Биік болсаң, аласаға кешіріммен қара. Аласа болсаң, биікке құрмет ете біл. Кешірім жасау билігі дегеніміз баршаға құзыретті жүретін және әркімге тонның ішкі бауындай жақын билік. Білгеннің несі кісі, білмегеніңді кешірмесе. Кешірім жолын ұста, дұрыстыққа бұйыр, білместіктен аулақ бол.